Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен толтырылған бұрыш пісіру рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 700 грамм тартылған ет, 15 бұрыш, 200 грамм күріш, 150 грамм картоп, 1 қызанақ, 1 пияз, 3 сарымсақ бөлігі, 50 грамм май, 2 шай қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш және 1 шай қасық базилик қажет. Пияздың жарты бөлігін кішкене текшелерге бөліп тураймыз. Қызанақты жарты сақиналап тураймыз. Картопты үлкен бөліктерге бөлеміз. Пияздың жартысын жарты сақиналап тураймыз. Сарымсақ бөліктерін үлкен етіп тураймыз. Қайнаған суға 1 шай қасық тұзды және күрішті салып 10-15 минут жартылай пісіреміз. Соус дайындау үшін бізге 3 аз қасық қызанақ пастасы, 2 аз қасық қаймақ және 2 стакан су қажет. Бәрін жақсылап араластырамыз. Тартылған етті, күрішті, пиязды және дәмдеуіштерді қосып, салмасын дайындаймыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Дайын салмамен бұрыштың ішін толтырып шығамыз. Бұрыштың бәрі толтырылды, дайын. Қазанды қыздырып, үстіне майды құйып, пиязды қуырамыз. Үстіне қызанақты салып, 3-5 минуттай қуырамыз. Үстіне сарымсақ бөліктерін қосамыз және 1 шай қасық тұз салып қуырамыз. Үстіне толтырылған бұрыштарды реттеп тізіп шығамыз. Үстіне картоп бөліктерін салып, соусты құямыз. Үстіне 1 стакан су қосамыз. Толтырылған бұрышты орташа отта шамамен 25-30 минут пісіреміз. Бұрышымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.